Егер де сіз 5 уақыт намаз оқып жүрген адам болсаңыз, оразаңызды ұстап, садақаңызды беріп жүрген адам болатын болсаңыз, сіз Аллах Тағаланың әмірін орындап, ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетін ұстап жүрген адам болатын болсаңыз, біліңіз, сіздер осы нәрсені жасамай жүрген адамдардан бір артықшылығыңыздан емес. Ол адамдардан сіздер бір ақылды болып кеткендеріңізден емес. Бәлки Аллах субханала ва тағала, күллі әлемнің Раббысы Аллах Тағала сізге осы нәрсені, осы бақытты нәсіп еткеннен кейін, яғни 5 уақыт намаз оқуды, Аллах Тағаланың әмірін орындап, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннеттерін жасап жүруге нәсіп еткеннен кейін, сіздер осы жолдасыздар, алхамдулилля. Біліңіздер осыны, егер де Алла қаласа, Алла сақтасын, біздер өзімізге сеніп қалып, кішкентай тәкаппарланып, мына біліммен бірге, құлшылық ибадатпен бірге тәкаппарлық кіреді адамға деген. Сол нәрсемен біз өзіміз шамал менсініп дандайсып қалсақ, әп-сәтте біз бұл нәрседен айырылып қалуымыз мүмкін, Алла сақтасын. Ол біздің қолымызда тұрған нәрсе емес. Сол себепті енді біз не істеуіміз керек? Ақырымызға дейін осы Аллах Тағаланың Құранымен және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетімен жүруіміз үшін біздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйреткен бір дұғаны сіздерге үйретуді рұқсат етіңіздер. Али Имран сүресінің 8-ші аятында Аллах Тағаланың керемет кәламы сөзі бар. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмметіне, яғни біздерге әрдайым дұға тілеп айтып жүруге бұйырған екен. Астағфирулла, Раббана ла тузигh қулубана баъда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал вахаб. Ва Раббымыз, бізді тура жолға салғаннан кейін жүрегімізді ауытқыта көрме. Ва Раббымыз, өзіңнің мейірімің болмаса, тура жолда қалуымыз мүмкін емес. Олай болса, бізге өз тарапыңнан мейірімін төккейсің. Шүбәсіз, сен уахабсың, құлдарыңды мол сый-сияпатқа бөлушісің.